Маған ең мықты көмектескен адам бұл атам. Себебі атамның берген тәрбиесі жоқ демей, ештеңеден жаңағындай өзін тек демей, болмайды демей, еркіндікте сондай бір ештеңеден қорықпай өсірген атамның берген жаңағы білімі, тәрбиесі сол маған үлкен көмек болды деп айтар едім. Себебі мен тіпті бір бал жетпей грантқа түспей тұрған кезде атам жоқ ештеңе етпейді, оқытамыз деді. Түнгі сағат 2-де съемкадан шаршап келген кезде, тіпті бывало 4-те, таңғы сағат 4-те съемкадан шаршап келген кезде атамдар сәресін ішіп жататын. Сол кезде атам маған есікті ашып, еңбегің жансын, қызым деп сөйтіп қарсы алатын. Сондықтан да сондайды көріп өскен соң, менің ойымша ең маған көмектескен адам бұл атам. Атамның сол берген еркіндікке өсірген, ешқашан ештеңеден мойымауға, ештеңеден жаңағындай отырып қалмауға, жаңағы декретте отырып қалмаған себебім де сол. Себебі атам айтатын: оқы, ізден, білім ал, декретте отырып қалма, сасып қалма, болмайды етуге. Күйеуге сенбе, сен өзіңсің, өзіңді өзің алып шығу керексің деп үнемі сөйтіп маған тәрбие беріп отыратын. Сондықтан да менің ойымша сол атамның бірінші берген тәрбиесінің арқасында ештеңеден ешқашанда қорықпай, мойымай, қанша қиналсам да әрдайым алға ұмтыла беретін.